Қайырлы күн достар, эфирде Транспорт Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айгүл Даулыбай. Қазақстан мен Азербайжан арасындағы сауда қатынастарын дамыту барысындағы жаңа тәсілдер талқыланған жиынға көлік вице-министрі Сәтжан Аблалиев қатысты. Шарада сондай-ақ Азербайжан Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Агалар Рагимоглы Атамугланов пен Қазақстанның Азербайжан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Әлім Бәйел болды. Алиев көлік саласында қол жеткізілген жақсы көрсеткіштерге тоқталып өтті. Мәселен, өткен жылы екі ел арасында жүк тасымалдау көлемі ұлғайып 4,3 миллион тоннаны құраған. Ал Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша өткен жылы тасымалдау көлемі 65%-ға ұлғайып 2,8 миллион тоннаға жеткен. Көлік министрлігі автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары Анар Ғабдуллина қазақстандық делегация құрамында Қазақстан Тюрингия дөңгелек үстелінің жұмысына қатысты. Делегацияны өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков бастап барды. Іс-шараның қорытындысы бойынша Қазақстан мен Тюрингия компаниялары арасында жол инфрақұрылымын дамыту және картографиялық деректерді жинау саласындағы, сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық секторындағы энергия тиімділігі саласындағы ынтымақтастық туралы бірқатар меморандум мен келісімге қол қойылды. Куала-Лумпур Алматы бағыты бойынша тікелей рейс іске қосылуына орай қазақстандық делегация Малайзияның авиациялық билігімен кездесу өткізді. Келіссөздер барысында қазақстандық тарап Air Asia және Malaysia Airlines малайзиялық әуе компанияларының Қазақстан қалаларына ұшу географиясын кеңейту, оның ішінде ашық аспан 5-ші дәрежесін қолдану мүмкіндігін кеңейту мәселесі бойынша ынтымақтастыққа дайын екендігін білдірді. Сонымен қатар қазақстандық делегация Куала-Лумпур халықаралық әуежайын аралап, оның операциялық қызметіне шолу жасады. Әуежайға сапар барысында жолаушылар ағынын басқару және аэродромға қызмет көрсету мәселелеріне ерекше назар аударылды. Орталық коммуникациялар алаңында су тасқынына дайындық мәселелері талқыланды. Жалпы бүгінгі таңда республикалық автожолдар желісінің ұзындығы 25 мың шақырымды құрайды. Автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары Ғалымжан Өтенбаевтың айтуынша, қазіргі таңда су тасқыны кезеңіне дайындық жұмыстары аясында арнайы іс-шаралар жоспары бекітіліп, орталық және өңірлік деңгейлерде комиссиялар құрылған. Су тасқыны кезеңінде жұмыстарды уақытылы ұйымдастыру үшін инертті және басқа материалдарды дайындау жұмыстары басталып кеткен. Атап айтқанда, шамамен 12 мың текше метр құм, 3 мың текше метр тас, 2 мың текше метр қиыршық тас және 50 мың қап дайындалған. Айта кетерлігі, су тасқынына қарсы шараларды қаржыландыру автожолдарды ұстауға берілген қаражат шеңберінде қамтамасыз етілген. Астана халықаралық әуежайы жерүсті қызмет көрсету қауіпсіздігі бойынша алғашқы халықаралық аудитінен сәтті өтті. Соның нәтижесінде елорда әуежайы Қазақстандағы аталған деңгейдегі сертификаты бар жалғыз әуежайға айналды. Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының аудиторлары былтыр әуежайда жерүсті қызмет көрсету процедураларын тексерген болатын. Қауымдастық берген сертификат әуежайдың қауіпсіздік, жерүсті қызмет көрсету бойынша халықаралық стандарттарға сәйкес келетінін көрсетті. Халықаралық аудит былтыр 2-6 қазан аралығында жүргізілді. Онда елорда әуежайы әуе компаниялар мен жолаушыларға қызмет көрсетудің 6 бөлімі бойынша тексерістен өтті. Апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар топтамасы осындай. Транспорт Ньюс бағдарламасының келесі шығарылымында жүздескенше.